Облыс орталығында Үлбі металлургиялық зауытының 75 жылдық мерейтойына арналған байқау өтті. 2006 жылдан бері дәстүрлі түрде өткізіліп келе жатқан «Заводская семья, заводная семья» байқауы биыл өзгеше форматта жалғасын тапты. Дәстүрлі түрде өтіп келе жатқан шараны халықаралық әйелдер күніне орай нәзік жандыларға мерекелік көңіл-күй сыйлау үшін арнайы ұйымдастырдық. Мұндай шаралар әріптестердің етене араласуына септігін тигізері сөзсіз. Зауыттың 75 жылдығына тұспа-тұс келген байқауға қатысушы командаларының дайындығы жоғары деңгейде деп айта аламын. Сондықтан бүгін бізді қағытпа әзілдер мен жақсы көңіл-күй күтуде. Дәстүрлі байқауға зауыт қызметкерлерінен құралған ядерный микс, уран, Дай-5-75 командалары қатысып, бас жүлдені сарапқа салды. Сайысқа дайындығымыз жоғары деңгейде деп айта аламын. Байқауға арнайы маманның көмегімен дайындалдық. Көрерменге ұсынатын әзілдерімізді де әзілкештермен ақылдаса отырып әзірледік. Сахнада көрсететін өнеріміз 10 минут болғанымен, оның артында бір айдан артық төккен тер мен тыңғылықты дайындық жатыр. Дәстүрлі байқауда бас жүлдені сарапқа салған 3 командада жоғарғы дайындығын көрсете білді. Дегенмен жарыс болған жерде үздіктердің анықталуы заңдылық. Сайыс қорытындысы бойынша Дай-5-75 командасы үздік екендіктерін дәлелдеп бірінші орынды иеленсе, ядерный микс және уран командаларының ұпай саны тең түсіп, екеуі де екінші орынды еншіледі.